Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге ерекше сыр қосылған қытырлақтың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Таза құрғақ ыдысқа бір жұмыртқаны, содан соң жарты пиала суымызды, жарты пиала майымызды, одан соң қасықтың ұшымен, шай қасықтың ұшымен тұзды салдым және де барлығын жақсылап тұрып араластырдым. Араластырып болғаннан соң електен өткізілген ұнымызды үстіне сеуіп, жаңағы қамыр илейтін боламыз. Алдымен осы лопатканың көмегімен кішкене араластырып жібердім. Одан кейін қолдың көмегімен жақсылап тұрып, июін қандырып, дөңгелек қамыр иледім. Қолымызбен араластырып, тығыздығын жақсылап көреміз. Егер қатты жұмсақ қамыр болып жатса, кішкене ұн қосып, қамырымызды кішкене қаттылау етіп илейміз. Қамырымыз осындай қаттылау қамыр болды. Енді ыдысымыздан шығарып, үстелімізге қолдың көмегімен жақсылап тұрып, июін қандырып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минут өткенше енді сырымызды турайтын боламыз. Сырдың өзіңізге ұнаған түрін қолдансаңыздар болады, және де осылай видеодағыдай ұзынша етіп кесіп дайындап аламыз. Барлығын кесіп дайындап алдық. Енді ұнымызды сеуіп, жаңағы июі қанған қамырымызды жаятын боламыз. Кәдімгі пельменнің қамырын жайғандай етіп, тептегі жұқа етіп жаямыз. Өте қатты жұқа емес, жаңағы орташа қалыңдықта болғаны дұрыс. Және де тура пельменді қалай жасаймыз, солай осылай ирелеңдетіп, сосын төртбұрышты етіп, барлығын кесіп шығамыз. Видеодағыдай кесіп шықсаңыздар, барлығы бірдей төртбұрышты болып шығады. Енді осыны дәл ортасындағысын алып, барлығын жайып, бір-бірінің үстіне қойып, төртбұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Осылай барлығын жайып, пышақтың көмегімен төртбұрышты етіп кесіп алдым. Және де осы төртбұрыштың ішіне қазір сырды салып орайтын боламын. Конфет сияқты болады. Осындай сырымызды видеодағыдай орайсыздар және екі жанын осылай түйіп буып қоясыздар. Сонда біздің сырымыз майға салғанда ажырап кетпеу үшін. Енді қызып тұрған майымызға осы сыр салынған қытырлақтарымыздың барлығын салып, 5 минуттай сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Міне біздің 5 минут өткен соң осылай болды. Кішкене қағаз майлыққа сүзіп алыңыздар, майын барлығы кету үшін. Содан соң осылай дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.